Саламатсыздар ма? Бүгін біз эскалатор ойынын жасайтын боламыз. Ол үшін әдеттегенше жаңа презентация ашып, жаңа слайд қосамыз. Және вставка кіру арқылы рисункты таңдаймыз. Яғни біз басында өзіміздің осы шаблонымыздың оформлениясымен жұмыс жасаймыз. Мінекей мен фонға осындай сурет таңдадым. Бірінші фонның суретін қоямын. Сосын ары қарай эскалаторды қоямын. Вставка арқылы қойдым. Және тағы да вставка деп эскалатордың артына фигура қоямыз. Мінекей қараңыздар, ең бірінші тұрған төртбұрышты фигура тұр. Сол төртбұрышты фигураны қоямыз. Кішкене эскалатордың артқы размеріне сәйкес келеді. Кішірейтіп, форматқа кіріп, переместить назад батырмасын басып, осы эскалатордың артына қоямыз осы фонды. Мінекей мына оранжевый кнопканы, оранжевый батырманы басып, кішірейтсек болады. Мінекей переместить назад дедім. Осылай көрінбей тұр. Енді мынаны мұнда қойып, фигураны қойып, на задний фон деп контролды басып тұрып, осы фигураны және артқы фонды бірге басамыз. Яғни выделять етеміз. Сөйтіп форматқа кіріп, мұнда кіріп, группирование деген батырманы басамыз. Фрагментке кіріп, сонда бізде мынандай фотомыз осындай ортаңғы бөлігі тесік болып шығады. Мышканың оң жағын басып, формат фигура дегенді басамыз. Сөйтіп заливка кіріп, рисунок таңдаймыз. Қайтадан жаңағы біздің фонымыздың суретін таңдаймыз. Мінекей мен мына сурет таңдаған болатымын. Мінекей X-ті басып шығамыз. Сонда бізде мына орта тесік болып тұр. Бұнда қазір сөздер айналып өтетін болады. Яғни эскалатордың сатыларын осы тесіктің көмегімен жүргізетін боламыз. Мінекей енді вставка кіреміз. Енді мына эскалатордың арты ақ фон болып тұр. Оның артына ақ фон емес, қара түсті фон қою үшін мен төртбұрышты қойдым. Переместить назад батырмасын басып, қара түске боядым. Сонда мына эскалатордың артында фон да қара түсті болды. Енді қалған элементтерін қосамыз. Мінекей стрелканы қостым. Стрелканы басып, действие кіріп, следующий слайд дегенді басамын. Келесі стрелканы басып, вставка, действие кіріп, следующий слайд деген басамын. Яғни мына стрелканы басқан кезде келесі слайдқа өтетін боламыз. Сөйтіп, мына ортаңғы бөлікке сұрағын жаздым. Енді вставкаға кіріп, мынандай төртбұрышты қоямыз. Бұл бізде эскалатордың баспалдақтары болады. Мінекей қараңыздар, переместить назад деп басамыз. Мінекей мында шетке қояйық. Мінекей мында переместить назад деп басамыз. Яғни бұл бізде мына көк квадрат эскалатордың артынан өту керек. Мінекей қараңыздар. Бірақ қара фонның алдында тұру керек. Мінекей осындай қылып переместить назад деген батырман басу арқылы эскалатордың артына қарай жылжытамыз. Енді форматқа кіріп түсін өзгертеміз. Мінекей контур фигура кіріп, ақ контурды фигура қылсақ болады. Мінекей талшынасында көбейтсек болады. Мінекей қараңыздар, мында апарсақ, мында былай саты секілді болады эффект. Мышканың оң жағын басып, изменить текст батырмасын басамыз. Мұнда мысалы мынау зат есім тұрақтарын бас деп жаздық. Кім деп жаздым. Размерін, шрифтін барын үлкейтіп өзіміздің қалауымызша өзгертеміз. Мінекей, енді бұны эскалатордың төменгі бөлігіне қарай апарамыз. Мінекей мына шетке қояйын. Енді анимация кіреміз. Анимацияны ашамыз. Мұнда линия деген бар. Линияны басамыз. Мінекей, біздің жаңағы жазуымыз астыға кетіп қалды. Мінекей, қызыл батырманы басып тұрып, эскалатордың жоғарғы бөлігіне қоямыз. Яғни мына кім деген сөз жоғары қарай жылжитын болады. Енді область анимацияны басып, мышканың оң жағын басып, запуск вместе с предыдущим дейміз. Яғни слайд қосылған кезде бірден жүретін болады. Ал длительностьке мен 11 секундты қоямын. Яғни 11 секунд бойы бітіп айналып тұратын болады. Мінекей, 11-ті қояйын. Мінекей, енді мынаны екі рет чертеміз. Время кіріп, повторенияға до окончания слайды деген басамыз. Яғни слайд біткенше айналып тұратын болады. Окейді басамыз. Мінекей қойылды. Енді осыны копировать, вставить етіп, басқа келесі сұрақтардың барлығын осылай енгізіп шығамыз. Енді бұл квадраттарға, бұл төртбұрыштілерге біз анимация енгізбейміз. Қараңыздар, копировать, вставить деген сайын оң жақта область анимацияда өзінің жаңағы бірінші қойған анимациямыз копировать етіліп қойылып жатыр. Яғни объектіні копировать етіп қойған кезде оның анимациясы да копировать етіледі. Келесі сұрақтарды жазып шығайын. Мінекей қандай, қанша деп барлығын жазып шығамын. Зат есім сұрақтарын бас деп тұр. Кім, кімдер, не, нелер деген 4 жауап дұрыс жауап болады. Қазір сол 4 дұрыс жауапты басқан кезде
4 баспалдақ жасыл түске айналатын анимацияны да қосатын боламыз. Мінекей бірінші біз сатыларын копировать ставить етіп қойып шығайық. Сонымен қатар мұнда біз длительностьке 11 секунд қойдық. 11 секунд әрбір саты 1 секундтан өтетіндей қылып орнатамыз. Яғни біз қазір 11 саты жасайтын боламыз. Бірінші саты өткен кезде 1 секундтан екінші саты шығады, 1 секундта үшінші, 1 секундтан кейін төртінші, яғни 11 саты ретімен сол 11 секундта шығатындай қылып орналастыру үшін 11 сатыны енгізу керекпіз. Яғни ол біздің жаңағы длительность уақытымызға байланысты, сатының саны да соған байланысты тәуелді болады. Мінекей 11 сатыны енгіздім. Мінекей енді область анимациядан бірінші сатыны 0-де тұрады задержкасы, екінші сатыныкі 1 секунд қоямын. Үшінші сатыға 2 секунд, келесі сатыға 4 секунд, одан кейінгі келесі сатыға 5 секунд, яғни задержкасын 1 секундтан қосып отырамын. Мінекей. Мінекей, длительность дегенге 11 секунд қойдым. Егер одан аз қойсаңыз, тез айналатын болады біздің сатылар. Егер 11-ден көп қоятын болсақ, сатыларымыз жай айналатын болады. Мінекей, ең соңғысына 10 болды. Енді тағы бір саты қосайын. Ол сатыға, задержкаға 11 деп жазайын. Мінекей, задержкаға 11 секунд қойдым. Мінекей, осылай қойып шыққаннан кейін сатыларымызды тексеріп көрейік. Мінекей, сұрақтардың затесім сұрақтарын бас деп шығып тұр. Мінекей, кім, қашан, қайда деген сөздер шықты. Енді барлығын выделять етіп форматқа кіреміз, область выделениені басамыз және мына сатыларды ең астына қарай түсіреміз. Яғни біз жаңағы эскалатордың үстіне шығып кетіп тұр. Сол эскалатордың үстіне шықпау үшін выделениені, область выделениеге кіріп, артқы фонына қарай көшіреміз. Мінекей, қараңыздар, енді мында қараңыздар, енді мүлдем артына кетіп қалды. Яғни эскалатордың бетінде тұрған қара фон артқа кетіп қалды. Қара фонды басамыз, мінекей қара фон мынау екен. Соны астына ең соңына қоямыз қара фонды. Мінекей, қараңыздар, енді мінекей қара фонның алдына шықты мына сөздеріміз. Квадраттар қара фонның алдында тұр. Мінекей қара фонды ең соңына жібердім. Мінекей, осылай сұрақтарды қара фонның алдына жіберіп, длительностьке 11 секунд қойып, осылай жасап шығамыз. Енді мынау төртбұрыштілерді былай шетке қарай қойып шығамыз. Яғни қазір біз дұрыс жауабы болатын төртбұрышқа жасыл түске айнал деген анимацияны қосамыз. Мінекей, осылай барлығын басып тұрып, шетке қарай жылжытамыз. Мінекей, кім дегенді басайын. Мінекей, область анимацияны қосып қоямыз. Мінекей, бұл 5-ші төртбұрыш екен. Добавить анимацию басып, цвет заливки таңдап, жасылды басамыз. Мінекей, длительностьті кішкене 1 секундқа қойсаңыздар болады. Енді осы анимацияға триггерге осы жаңаға прямоугольник 5 дегенді қосамын. Время кіріп, повторение до окончания слайда деген қосамын. Яғни, мінекей, бұл жасыл түс болып, слайд біткенше сол жасыл түспен тұратын болады. Енді не дегенді басамын. Добавить анимацию бастық, цвет заливки бастық, ал триггерге осы не деген сөздің атауын выделение жақтан қарап қоямыз. Времясына до окончания слайда басамыз. Мінекей, енді келесі дұрыс вариант бізде кімдер. Добавить анимацию бастық. Кімдер деген қараңыздар, область выделениеда прямоугольник 25 деген боялып тұр. Бұған триггерге прямоугольник 25 дегенді көрсетеміз қазір. Мінекей, кімдер деген бастық. Мінекей, прямоугольник 25 көрсетіп тұр оң жақта выделениеда. Бұны басып триггер, мінекей, прямоугольник 25 дегенді көрсетемін. Яғни дұрыс варианттарға триггерге өзінің атауын көрсетіп шығамын, сол объекттің атауын. Яғни сол объекттің басқан кезде ол жасыл түске айналады. Мінекей, енді келесі соңғы дұрыс жауап қалды. Оң жақта нелер дегенді басамын. Добавить анимацию, цвет заливки,
жасыл түсті таңдаймын. Триггерді басу үшін атауын көремін. Мінекей нелер дегенді бастым. Прямоугольник 28. Триггерді басып, по щелчку прямоугольник 28 басып, осыны 2 рет чертемін. Время кіріп, до окончания слайда деп окейді басамын. Мінекей осылай анимацияларын қойып шықтық. Енді мына 4-3-тің барлығын қайтадан осы эскалатордың астына рет-ретімен қайтадан үсті-үстіне қойып шығамын. Барлығының анимациясын қойып шықтық. Енді осылай ретімен астасына қойып, жұмысты тексеру ғана қалды. Мінекей дайын болды. Пока слайдан басамыз. Ішінде кім деген сөздерді бассақ, мінекей жасыл түс болып айналып тұрады. Мінекей осылайша өзіміздің қалауымызша эскалатордың жылдамдығын, задержкасын барлығын өзгерте аламыз. Және қанша дұрыс жауап болатындығында осы жасыл түске айналу цвет заливканы қосу арқылы көрсете аламыз. Назарларыңызға рахмет.